Біздің канал тек халықаралық жаңалықтар мен құбылыстармен таныстыратын канал болады деп шешкен едік. Біз ешқандай да идеологияны насихаттағымыз келмейді. Біздің ойымызша, танымдық контент арқылы адамдар бір-бірін түсіне алып мейірімді бола алады. Дегенмен, кейбір халықаралық құбылыстарды түсіну үшін оның тарихында білу керек. Сол себепті біз осы жылы халықаралық қатынастар бұндай жағдайға қалай жеткені туралы сөйлескіміз келеді. Әрине, бұл мәселенің түбі өте тереңде жатыр. Сондықтан жан-жақты қарастыруға тырыстық. Бұл қақтығыс әлі де жалғасуда, және күн сайын түрлі жаңалықтар түсіп жатыр. Қақтығыстың нәтижесі әлі белгісіз. Сонымен Израиль мен Палестина қарым-қатынасы соғыс жағдайына қалай келді? Хронология бойынша оқиғаны басынан бастайық. 20 ғасыр басында Осман империясы құлағаннан кейін Ұлттар лигасы, қазіргі Біріккен Ұлттар ұйымы, Ұлыбританияға бұрын империяның құрамында болған Палестина және басқа да жерлерін басқаруға мандат берген. Бұл мандат 1947 жылға дейін созылды. Бірақ Палестина басқа елдерге қарағанда өз тәуелсіздігін толық ала алмады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде нацистік Германия қолынан 6 миллиондай еврейлер қаза болды. Біріккен Ұлттар ұйымы еврейлер құдалауы болмау үшін және өздерін қауіпсіз сезіну үшін халық өз жеріне ие болуы керек деп шешті. Таңдау Палестинаға түсті. Өйткені бұл жерде еврейлердің тарихы басталды және көптеген киелі жерлері бар. Біріккен Ұлттар ұйымы Ұлыбританияға Палестинада еврейлер үшін ұлттық үй құру міндетін қойған кезде екі халық арасындағы шиеленіс басталды. 1947 жылы Ұлыбритания сол кезде бүкіл аймақ үшін тұрақсыздық факторына айналған Палестина мәселесін Біріккен Ұлттар ұйымына тапсырды. Оны шешудің әртүрлі нұсқаларын қарастыра отырып, Біріккен Ұлттар ұйымы палестиналықтардың өз еліне ие болу құқығын мойындап, британдық мандатты тоқтатты. Ал территорияның өзін еврейлер және арабтар елі деп екіге бөліп, Иерусалимге ерекше халықаралық қала мәртебесін берді. Бұл шешімнен кейін еврей әскери күштері жергілікті арабтарға соққы жасап, қуа бастады. Көптеген палестиналықтар өз үйлерін тастап, қазіргі Газа секторы орналасқан оңтүстікке қарай қашты. Кейбіреулері көршілес Египет, Ливан, Иордания елдеріне кетті. Бұл мемлекеттерде босқындар саны көбейе берді. Ақыры олар 1948 жылы Израильге соғыс жариялады. Бірақ соғыста Израиль жеңді. Израиль жағында ақш және тағы басқа мемлекеттер болған. Ал Иордания батыс жағалау жерін, Египет Газа территориясын өз қол астына алды. Бір сәтке кідіріп аталған аймақтың картасын қарап жіберейік. Бұл қазіргі Газа секторы, ал мынау батыс жағалау. 1967 жыл, 20 жыл өтті. Израиль, Иордания, Сирия, Египет елдеріне шабуыл жасай бастайды. Жаулардың ортасында орналасып, әсіресе Палестинаның кейбір аймақтары араб елдердің қарамағында болғандықтан өзін қауіпті жағдайда екенін сезінеді. Сол кезден бастап Израильдің Газа бойынша бақылауы басталады. Енді Газа секторындағы палестиналықтардың қозғалысы қатаң бақыланатын болды. Батыс жағалауындағы туысқандармен көрісу үшін Газа секторынан тек ерез бақылау өткізу пункті арқылы өтуге болады. Сондай-ақ Израиль жер орта теңізі жағынан блокадалар орнатты. Осылайша палестиналықтар әлемнен мүлдем алшақтап кетті. Израиль барлық әлем карталарында Израиль-Палестина территориясының барлығын алып тұрды десек болады. Және Израиль осы аймақты өз территориясы ретінде санады. Ал палестиналықтарға паспорт жөнді берілмеген. Оларда екінші дәрежелі азамат деген сияқты статустары болды. 1973 жыл, қазан. Египет және Сирия әскери күштері Израильге соққы жасайды. Бұның алғы шарттары Египет пен Сирияның кезінде жоғалтып алған территорияларды қайтарып алуға деген ұмтылысы болды. Соғыс Египеттің Суэц каналын сәтті кесіп өтуінен басталды. Египет күштері қарсылықсыз Синай түбегіне қарай жылжыды. Аяқ астына жасалған соққыға қарамастан, қақтығыс аяқталар кезде Израильдің әскері Каирден 100 км қашықтықта болды. Бірқатар дерексөздерге сәйкес, соғыс Израильдің әскери жеңісімен аяқталды. 1974 жылы 18 қаңтарда Египет өкілдері Израиль мен әскерлерді бөлу туралы келісімге қол қойды. 1987 жыл. Израильмен оқшауланған ортада өмір сүрген палестиналықтардың Израильге деген өшпенділік сезімі одан әрі өсті. Сол уақытта Израиль Муджама әл-Исламия қайырымдылық қоры арқылы ауруханалар, мектеп пен кітапханалар салуға көмектесті. Муджама әл-Исламия 1973 жылы Газада Шейх Ахмед Ясин негізін қалаған исламдық қайырымдылық қоры. Қайырымдылық іс-шаралармен жүргізе тұра, Израиль жергілікті тұрғындары толығымен бақылауға алды. Палестиналықтарды тұтқынға алу, тіпті өлтіру жағдайлары жиі
жиілеп кетті. Бұл әрине де Газа секторының палестиналықтарында үлкен ашу тудырып, халық көтеріле бастады. Халық наразылығы бір күні өз шегіне жетті. Ол тарихта бірінші интифада ретінде белгілі. Бұл 1987 жылы желтоқсанда израильдік әскери жүк көлігі палестиналық жұмысшыларды тасымалдаған фургонды қағып, олардың 4-еуін қайтыс болған кезде болды. Бұны палестиналықтар бірнеше күн бұрын Газада израильдікке пышақ салғаны үшін кек алу әрекеті ретінде қабылдады. Сол 1987 жылы Муджама әл-Исламия Хамас деген әскери ұйымға айналды. Ол сондай-ақ Израиль азаматтарына бағытталған бірқатар жанкешті шабуылдар үшін жауапкершілікті өз мойнына алып, террористік ұйым ретінде танылды. Хамас сол кезде палестиналықтар арасында саяси салмаққа ие болған жоқ. Бірақ Хамас доктринасының өзі бүкіл Палестина аумағын азат етуге бағытталған және Израильді заңсыз мемлекет деп санады. 2000 жылы Палестина мен Израиль арасындағы Иерусалим бойынша келіссөздер сәтсіз аяқталып, екінші интифада басталды. Бұл жолы ол ұзаққа созылып, әскери қақтығысқа ұласып кетті. Дегенмен Хамас Израильдің әскерін Газада шығара алды. Хамас екінші интифададан кейін Газа секторында өз күшін нығайтып, 2005 жылы Газа секторында сайлауда жеңіске жетеді. Хамастың саяси науқаны Израильге белсенді қарсылық көрсету идеясының айналасында құрылды. Бұл қозғалыс Израиль әскерлерінің Газа секторынан шығарылуына байланысты болды. Болған оқиғалардың қуанышы аясында халық Хамасты қолдады. Осыдан кейін Палестинаның жетекші партиялардың бірі Фатх пен Хамас арасында өзара қақтығыстар басталды. Палестиналықтардың өз мемлекетін құруға деген ұмтылысы үлкен халықаралық қолдауға ие болды. 2011 жылы Палестина ЮНЕСКО-ға толық мүше ретінде қабылданды. 2012 жылдың қарашасында Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушы мемлекет мәртебесіне ие болды. 2023 жыл. Қазіргі уақытта соғыс Хамас жасаған іс-әрекеттерінен болып жатыр. 2023 жылы 7 қазанда Симхат Тора мейрам күні Хамас Газа секторынан 5 км қашықтықта Израильдің Рейм елді мекенін соққы жасады. Бұл кезде үлкен музыка фестивалі өтіп жатқан. Сондықтан құрбан болған адамдар саны көп болды. Олардың арасында Израиль азаматтарымен қоса басқа елдің де азаматтары да болған. Израиль бұған Газа секторынан жаппай бомбалаумен және аймаққа басып кірумен жауап берді. Нәтижесінде 10 мыңдаған палестиналықтар қаза тауып жараланды. Осы жолғы қақтығыстар аймақта ашық соғыс жағдайына алып келді десек те болады. Онсыз да күрделі халықаралық қатынастар одан сайын қиындай түсті. Бүкіл әлем екіге бөлінгендей болды. Бірі Палестинаны жақтап, екінші Израильді жақтап жатыр. Жақында ғана Ирландия, Испания және Норвегия елдері Палестинаны жеке мемлекеттер ретінде танитын мемлекеттер қатарына қосылғаны туралы хабарлады. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуге Палестина билігінде Хамастың болғаны тиімді. Себебі жасырын жазылған сұхбатта анықталғандай, Хамастың әрбір шабуылы Израильге жауап ретінде шабуылдар мен рейдтер жүргізуге көбірек еркіндік береді. Сондай-ақ, ақш-тағы және басқа елдердегі еврей қауымдастығы Израильдің іс-әрекеттерін қолдамайтынын және аумақты палестиналықтарға дереу қайтаруды талап ететінін ескеру керек. Бұл тақырыпты өзімізге қорытындылау қиын болатын шығар, себебі қақтығыстың өзі әлі болып жатыр. Екі жақ қашан және қандай келісімге келетіні белгісіз. Жалпы келісімге келе алады ма?